Маған келгендерді қуып жібермеймін. Жохан жазған із хабар 6 тарау 37 аят. Құдайдың өзіне бас иіп келгендерді қуып жібермегені туралы ең болмаса бір оқиғаны білесіз бе? Егерде сондай оқиға болған болса, менің де білгім келеді. Бірақ мен ондайды әлі бір ретте естіген емеспін. Себебі ондай оқиға ешқашан болған жоқ, болмақ та емес. Тозаққа түскендердің ішінен мен Исаға барып едім, бірақ ол мені қабылдамады деп айталатын бірде-бір жанды таба алмайсың. Мен үшін және сен үшін Иса өз сөзін бұзады деп ойлау мүлде ақылға қонымсыз. Мұндай жаман күдікті ешкімде әлпештемесін. Егер біз дәл қазір өзіміздің күнделікті қайғы қасіретімізбен Исаға келсек, оның бізді тыңдайтынына және бізден бас тартпайтынына сенімділікті толық сақтай аламыз. Исаға жеткілікті түрде жиі жүгінген сіз және әлі оған еш уақытта да жүгініп көрмеген сіз де келіңіздер, оның алдына бірге барайық. Сонда біз оның ешкімге де рақымдылық есігін жаппайтынын көреміз. Ол күнәһарларды қабылдайды және ешкімді де кері қумайды. Біз оған әділетсіздігімізбен, күнәларымызбен, тоқымалы сенімімізбен, шамалы білімімізбен, болмашы үмітімізбен келеміз. Әйтсе де, ол бізді шеттетпейді. Біз оған дұғамызбен келеміз, ал біздің дұғамыз өте әлсіз әрі жетілмеген. Біз оған тәубе етіп келеміз, ал бұл тәубенің кемшіліктері көш жерден мен мұнарланып тұрады. Біз оған мақтау жырымызбен келеміз, ал бұл мақтауымыз оның біз үшін сіңірген еңбегіне мүлде арзымайды. Бірақ соның бәріне қарамастан, ол бізді қабылдайды. Біз оған ауру әрі әлсіз болып, әділетсіз де лайықсыз күйде келеміз, бірақ ол бізді еш уақытта да қумайды. Келіңіздер ағайындар, біз еш уақытта да қумайтын әрі шеттетпейтін Тәңіріміз Иса Мәсіхке барайық.